Жолдауды үкіметтік емес ұйымдар, азаматтық қоғам өте жақсы қабылдап, бір серпіліс жасады бұл жолдау. Неге десеңіздер, енді біз бәріміз қазақ елінің тұрғынымыз. Осы әрбір өңірдің жаңағы ең біріншіден қуанғандары жаңағы осында қайтадан бұрынғы болған өңірлер орнына келіп жатыр, олар көтеріледі деген үміттеміз. Екіншіден, жаңа айтаймыз дегеніміз, мына жерде саяси реформалар деп жолдауда айтылған ғой. Осы саяси реформалар ол ертең кәдімгідей серпіліс экономикамызға, әлеуметтік жағдайға да жақсартуға, дамытуға жағдай жасайды. Енді осы бүгінгі жиналыс біздің жиын бәрша үкіметтік емес ұйымдар онлайн форматта бүгін өздері жаңағы әрбір өңірдің үкіметтік емес ұйымдары қосылып бүгін қатысады, өздерінің сұрақтарын қояды, талқылайды, ұсыныстарын береді. Біз қуанып жатқанымыз мына жолдауда азаматтық альянсты ерекше атады. Бұған ешқашан да бұндай дәрежеге біз жетпегенбіз. Бұл осы бәрша үкіметтік емес ұйымның, мен енді ойлаймын, солардың еңбегі деп. Президент 2,5 жылдың ішінде өзі концепциясында айтып отырды ғой, тыңдаулы мемлекетті, әділеттік қоғам құрайық, әділеттік мемлекет құрайық дегенде кіммен құрады оны? Азаматтық қоғаммен құрады. Өйткені мемлекет деген ұйымдар, басқа осындай азаматтық қоғамға кіретін кісілер, мемлекетке, халыққа өздерінің жүректерін беретін ғана кісілер осындай реформаларды итереді. Сондан кейін осындай өткізіп жатқанда қандай мемлекеттік еместердің үлесі бар? Мына заң жобалары өтіп жатқанда, қоғамда болған мәселелерді қалай талқылағанға, ұлттық құрылтай кірген өзі ол мемлекеттік қоғаммен мемлекеттік байланысты ол дұрыс емес пе? Азаматтық әділеттік қарым-қатынастар қазіргі кезде ол керек.